Сәлем достар! Сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін видеомда ең нәзік дәмін татсаң ауызда еритін қайнамалы қамырдан профитроли мен эклер жасайтын боламыз. Сенесіз бе? Бар жоғы 5-ақ ингредиенттен жасалынады. Барлығы төменде көрсетілген. Ең алдымен 250 мл суымызға 100 грамм сары майымызды салып, қайнағанға дейін орташа отта ұстайтын боламыз. Содан соң сәл ғана тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қоспамызды қайнағанға дейін жеткізбей, оттан алып, ұнымызды бірден салып, жылдам араластыратын боламыз. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта ең дәмді деген рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей біркелкі консистенцияға келді. Енді осы қамырымызды жай отқа қойып, сәл ғана құрғатып аламыз. Яғни осы қамырымыздағы артық ылғал кетуі қажет. Сол кезде бізде табамызда сәл ғана налет қалуы керек. Осыдан соң оттан алып 1-2 минут суытып аламыз. Қатты ыстық болмауы қажет. Ендігі кезек жұмыртқаға келді. Егер жұмыртқаңыздың көлемі үлкен болса, ірі болса, 4 жұмыртқа жеткілікті, ал егер кіші жұмыртқалар болса, онда 5-еуі қажет болуы мүмкін. Осылайша жұмыртқаны салып, араластырып бастаймыз. Жұмыртқаны ең бірінші салған кезде ол бірден араласып кете қоймайды, яғни қол күшін талап етеді. Сол себепті қорықпаңыз, әрі қарай жалғастыра беріңіз араластыруды. Сол кезде осындай қамыр шығады. Бізге консистенцияның жылтыр, яғни глянцевый, орташа қоюлықтағы қамырдың шығуы қажет. Сіз жұмыртқаны салу барысында, араластыру барысында, яғни консистенцияға қарап отырыңыз. Ол жаймен жылтырап және орташа қоюлыққа келе бастайды. Сол кезде бізде қамыр дайын деген сөз. Мінекей достар, көрдіңіздер ме, жылтырап тұр. Енді осы тестімізді кондитерский мешокқа салып, яғни эклер немесе профитроли құю кезінде осы кондитерский мешок бізге өте ыңғайлы. Мінекей профитролиді құйып бастайық. Пергамент қағазына ақырындап осылай құйып бастаймыз. Араларын сәл алшақтау қылыңыз, себебі пісу барысында ол үлкейеді, бір-біріне жақындап жабысып қалуы мүмкін. 200 градуста қызып тұрған пеште 5 минут, содан соң 190 градуста 20-30 минуттай, яғни көтеріліп қызарғанша пісіріп аласыз. Мінекей достар, сондай воздушный профитролиіміз дайын болды. Салмасы ретінде заварной кремді пайдаландым. Оны жасау жолын төменде ссылкасын қалдырып кететін боламын. Сол жаққа өтсеңіздер болады. Мінекей барлығының ішін толтырып құйып шығамыз. Профитролиімізді әсемдеу үшін шоколадты глазур және кокосовый стружканы пайдаландым. Шоколадты глазур бар жоғы 70 грамм шоколад және 50 грамм сары майдан тұрады. 1 минутқа жетер-жетпес микроволновкаға салып алсаңыз, осындай қоймалжың консистенцияны алатын боласыз. Мінекей достар, ең воздушный дәмді профитролиіміз дайын болды. Кесіп ортасын көрсеткенде заварной кремінің өзі қандай. Баршамызға ас болсын!